9 майда немістер тағы жеңілді. Жанкүйерлері ренжімеңіздер, сіздерді Реал таптап өтті. Юнайтедтен бір саты көтерілді. 21 гол салып тастапты ғой. Гол болған сияқты негізі. Реал соңына дейін қуанса, Каспорт та соңына дейін көрсетті ғой. Сырын өтпеген жақсы болды. Баварияны банальный тактикамен ұту мүмкін емес та мысалы. Бавария 1-0 жеңіп жатқан кезде Баварияны уақыт созғандарын айта алмаймын. Бұндай Баварияны кешірмейді басқа командалар. Дортмунд прям TikTok шулайын деп тұр ғой. Бәріне сәлем, ассалаумағалейкум футбол сүйер қауым. Бүгін бізде әдеттегідей инсайт подкаст және оның жүргізушілері мен аңсаған және жақында ғана демалыстан келген Ерік Нияз. Бүгін біз Чемпиондар лигасының жартылай финалдық ойындарының екінші, яғни қарымта матчтарын талқылайтын боламыз. Бүгін бізде қонақта футбол эксперті, футбол десе ішкен асын жерге қойып, оны қайтадан ішіп алатын дейді. Қатты футбол ойнайды деп естігеміз бір-екі адамдардан. Через себя салған голдары видеоға түсе алмай, ешкім салмады ма не деп бір өкінген кездері болған екен. Бүгін бізде қонақта әнші Дубайға кезінде клип түсіруге барған екен, бірақ тур фирма алдаған екен, соны бағана за камера айтып берді бізге. Айдын, қош келдің. Айдын, баяғыда мен маған айтатын, сен Айдынға ұқсайсың деп. Кейін Айдын слишком әдемі болып кетті, сосын айтпайсың. Мынау жақсы комплимент деп ойлаймын. Жақсы комплимент. Айдын, жалпы футболға қалай қарайсың? Футбол көріп тұрасың ба? Футбол көріп тұрмын, бұрын жаман қатты қарайтын. Бүкілі сонда, қазір неге ешкім футбол қарамайтын деп? Криштиану, брат. Ой. Эффект Кстати, Криштиану. бізде Ерік Криштианудың жалғыз фанаты. Жалғыз емес, Криштианудың ғана фанаты. Футбол басқа ештеңе қызық емес. Сен қазір арабский лиганы қарайсың ғой. Арабский емес, нормальный лига ғой. Жаңағыдай қазір. Типа сен Криштиану бармай тұрып қарадың ба сен? Оны ма? Қарамадым. Қиын сұрақ, Қиын сұрақ. Соңғы матчтарда Криштиану қанша хет-трик жасады, сонда айтып берші. Короче, соңғы 5 матчта 3 хет-трик, 1 дубль ғой. Потолок ғой. Жоқ, лучший. Криштиану ғана ғой хет-триктен осып тұрған бәрінен, Иә, Криштиану осып тұр. Біраз нәрседен осып тұр. мен оқып келгенмін деп айды. Криштианудың соңғы кезде ұнап жүргені голдар емес, нелер емес. Тренировка кіргенде ассалаумағалейкум деп кіріп келеді ғой. Уже солай. Ислам дініне кәдімгідей күшті реклама жасап отыр. Тамаша. Гүл араб елдеріне. Болды. Мақта берме, оны білеміз. Криштианудың великий екенін и так білеміз. Бірақ рахмет осындай бізге информация берген үшін. Айдын, кімге жанкүйерсің? Қай клубқа, неше жастан бастап деген сияқты? Челсиға. О? Жанкүйерім. Челсиға? Мен осындай так. Кім Челсиға жанкүйер бар ма? Бізде залда? 1-2 адам. Режиссер ғана ма сонда? Осы сезонда басқа қай клубты көріп жүрсіңдер? Мен осы сезонда қатты қараған жоқпын, бірақ Реал ұнап жүр маған. Мен негізі Челси и Реал. Енді нақты болеть ететін сол Челси, а Реалды енді былай симпатия бар, Челсиға неше жастан бастап? Неше жастан? Челсиға Баллық па кім? Джон Терри ма кезінде? Драгбаның кезінен бастап. Драгбаның кезінде. Күшті Вошт. Вошт. Лэмпорт енді ол баяғыдан ғой, Драгбадан бұрын келіп алған ғой. Драгба деген қатты енді. Драгбаны білетін адамдар футбол шәрт етеді деп ойлаймын. Драгба десе, алып тастайды оны қолым дейтіндер бар ғой. Драгба сияқты қазір футболист жоқ сияқты, ол қазір нападающий да и ірі да ол. Ол сияқты футболисттер жоқ, одан күштірек футболисттер бар. Нет. Шындықты айтам екен. Жоқ, андай бір айтам екен. Ірі денелі бір андай любойына бүйтіп қарайтын. Брат, футболға қатысты качестволар айтшы. Ондай сильный нападающий ма? Күшті, молодец. Былай, Драгбаның негізі былай бүйтіп қатты бір техникасы да жоқ, қатты бір скорості да жоқ. Қатты футболист емес деші. Бірақ напор, выносливость дегендер. Сол жағымен алып кетеді ғой. Решать етеді ғой. Воротаға доппен бірге кіріп кететін нападающийлардың бірі ғой. Күшті Челсиға жанкүйерсің. Биыл Челсидің жағдайы слабый, көңіл күй түсіретін. Енді осы жол Манчестер Юнайтедтен бір саты көтерілді. Соны айтқансаң. Кеше Манчестер Юнайтед Кристал Пэласқа 4-0 қадалды ғой. Челси осыларды қолданып бір 6-шы орын, 5-шы орын ғой примерно. 8-ге кетіп жатыр ма? 8-ге түсіп қалды.
жарықтық. 8. Мен өзім Ливерпульмен шүкір деп қалдым. 3-ші орында біз чемпиондыққа өтірік таласып жаңағы. Клоп кетейін деп отыр ма? Клоп кетейін деп отыр, иә. Өзі былай команда білдірдік қойды, что клоп кету керек екен, кішкене Өзгеріс керек. обновление керек екен дейді. Қанша жыл болды? 8 жыл ма? 9-шы жыл. 9 жыл. Былай 9 қарасаң жыл кеше ғана осылай келген тренер болып. Мен ойлаймын, Ливерпуль өте түсіп қалды ғой енді. Иә, нашар еді ғой. Нашар. Қазіргі Челси сияқты еді ғой. Иә. Ренжи ме? Өте. Жоқ. Мен мойындаймын. Мен де тапит етпеймін олай. Иә. Элче алып берді, 30 жыл алмаған АПЛ-ды алып берді, Суперкубок алып берді, Кубок Лиги бәрін алып берді ғой. Стабильно. МНД бәрін алып берді. Иә. Ол игрокторына. Иә, оның бәрін алып берді. Тамаша. Бірақ осы маусымда маған Челсидің құрамында Палмердің ойнаған Палмер что-то 21 гол салып тастапты ғой. Азардың мықты ойнаған кездерін ары. Палмер қатты маған симпатизирует. Давид Сильва левша еді тоже. Күшті ойнайды. Сити қалай жіберіп алды деймін ондай игрокты. Бірақ жаңа Криштиану демекші, Криштианоның арқасында біраз клубтар түсініп біліп жүрген. Иә, көп адамды футболға алып келген деп айтады ғой. Иә. Себепші болған сен кім алып келді? Осыны мен қатты қарайды. Драгбай ма? Или басқа? Мені Рональдиньо мен Бекхэм алып келді. Мен де Рональдиньо алып келген. Өйткені бүйтіп қуанатын бәрі бар еді ғой баяғыда. Бүйтіп өзімше сөйтіп ойнаймын деп бір рет асфальтта жалп етіп түскен. Сол кезде хайлайттары көп еді ғой солардың. Рональдиньоны жасаған бүйтіп. Анау Рональдиньо, Роберто Карлос, Роналдо үшеуі раздевалкада теуіп тұратын доптары, сондай нәрселер бар еді ғой. Галактикстің кездері ғой. Галактикс. Ойын арқылы алып келді. Ал Бекхэм мен по-своему красавчик қой. Стиль арқылы. Шашын өзгертіп, соған қарайсың ғой. Бекхэм десе болды уже сен. Бой футболист әдемі деп ойлайтын ек. Өкінішке орай айтсам. Футбол жалпы футболда мені қуантатын шетелдегілер енді стабильный топта ғой всегда. Қазақ футболы дамып жатқаны қуантады мені. Осы жылғы стадионды көрдіңдер. Аншлаг да, иә. Мен бір шет көрдім. Еще сыйған жоқ қой. Қайрат пен Ақтөбе ма? Иә. Өзек сияқты еще сыйған жоқ. Бетін ұстадым. Тайландский болып кетті ма? Иә, биылғы маусым жақсы болып жатыр Қазақстанда да, өйткені больше андай эмоции, больше андай күшті матчтар болып жатыр. Бүйтіп кеше сенсационный матчтар болды. Кеше Қайрат Атыраудан кубоктан ұшып кетті. Ордабасы мен Ақтөбе, Ордабасы 1-0 жеңіп жатып, экстра таймға өтіп, экстра таймда Ақтөбе 2-1 жеңіп кетеді. Сияқтандай күшті. Кеше Тобыл Астананы ұшырып жіберді кубоктан. Ертең КПЛ-да да қырғындар болып жатыр. Кеше Ақтөбе мен Қайрат ойнаған кезде де күшті матч болып, бүйтіп эмоцияға толы. Биылғы КПЛ-дің маусым солай өзгеріп кетті ғой, қазір КПЛ. Сол маусымнан да жақсы матчтар күтеміз. Кешегі және алдыңғы күні болған матчтар сияқты. Кеттік. Енді Чемпиондар лигасына оралайық. Осы маусым мен әлі айтам, осы маусым Чемпиондар лигасында қайтадан жақсы көріп кеттік қой. Бұрындар тез 2 сезон былай өтіп кетеді ғой. И қайтадан бүйтіп баяғы камбэктер сияқты бүйтіп реал. Осы сезон кімге жақ болдыңдар? Мен осы сезон Чемпиондар лигасында ешкімге Ливерпуль жоқ болды да. Мен осындай сезон болсын деп ойладым. Біз Челси каждый матчты қарайтындай. Иә, әр матчты қарайтындай сондай бірдеңе болса екен. Өйткені сеткаға түскен кезде де, мысалы үшін Реал көп жерге дейін баратын білеміз, бірақ Реалға одан да қиын соперниктер түсіп, сөйтіп осындай бірдеңелер болса ғой деп. Там Бавария Ситимен қырылып деген сияқты екеуі қырылған жоқ, бірақ сондай матчтар түсіп, яғни эмоция беретін матчтар болса екен деп едім. Дәл сондай болып жатыр осы сезон. Бірден 1-8-де Барселона мен Наполи түсіп қалды деген сияқты, анау Интер мен Атлетико түсті, сондай матчтар болды ғой. Бүйтіп болды. Осы сезон биыл деген андай командалар болған жоқ, байқайсыңдар ма? Бұрындар андай болатын еді ғой, полуфиналда. Жалғыз Аякс сияқты бір орташа командалар бүйтіп андай полуфиналға дейін барып сондай болған еді. Кіл топчиктар ғой полуфиналда. Болды. Сен Дортмундты да топчик деп есептейсің ғой? Әрине. Тамаша, мен де солай есептеймін. Просто Дортмундты кеше мынандай әңгімелер болды. Дортмунд бұл жейді ғой оны Реал финалда деген сияқты. Оны қазір чуть-чуть айтамыз. Бірінші жартылай финал ойындары
Париж Сен-Жермен және Боруссия Дортмунд командалары арасында біз бірінші ойында білеміз, Дортмунд өз алаңында 1-0 жеңді да. И ол кезде ПСЖ ничего страшного, екінші ойында ұтамыз деген сияқтандай қатты бір напормен атака жасап, соңғы минуттарға қарай өйтіп бір алдыға шыққан жоқ та. Типа екінші матч бар ғой деген сияқты. Сөйтіп кеше екінші ойын, екінші орын. Иә, 1-0 Хумельстің бұрыштамадан соққан голы деп күшті комментаторлар сияқты айтсам. Сөйтіп Дортмунд өтіп кетті. Ойын жайлы енді бұл ойында бір өзгеріс, Гонсалу Рамош ортаға шықты да, Мбаппені солға шығарды. Алдыңғы матчта Мбаппе ортаға түсіп қалды и Мбаппеге ешқандай пространство бермеді ғой. Негізі Мбаппе флангтың игрогі ғой, флангта бүйтіп атылып сөйтіп жүретін деген сияқты. Закрытый командаларға бүйтіп көп игроктардың арасында жүру оңай емес. Сондықтан кеше оны флангқа шығарып сөйтіп бірдеңе істеп еді. Кеше Гонсалу Рамош алдыңғы күні. Гонсалу Рамош неше моментін жіберіп алды. Бір выше жібереді. Айтпақшы, ПСЖ командасы жалпы осы плей-оффтағы бір матчта 30-дан көп удар жасап, гол тықпаған жалғыз команда екен тарихта. Иә. Жоқ, стор емес, жалпы удар. Жалпы удар. Сторларды есептесек білмеймін. Штангаға неше рет тиді, Переклазинаға тиді. Жоқ, маған бір қуантатыны Дортмундтың финалға шыққаны Ройс қой. Иә. Ройс қатты андай. Бірақ кетем деп еді, финалға шығып жатқан емес. Марко Ройс, снова второй дейтін танымал аудио бар бәрімізге белгілі. Мен сол аудионы мен алдыңғы выпусктарда да айтамын. Дортмунд шығып кетіп, өйтіп ұтып кетіп, Марко Ройс. Теперь он номер 1 дейді андай. Новый голосовой андай деп. Просто романтизировать ететін андай. Жақсы көріп, мен бұл жерде басқа командаларға ешқандай қарсылығым жоқ. Но солай Ройс солай чемпион болғанына ешкім қарсылығы жоқ сияқты. Реалдың өзі де мен де қарсы емеспін. Қанша Криштианоның фанаты болайын. Қарсы емеспін. Айтқалу керек па? Жаңағыдай как будто Ройс пен Криштиану болғаннан футбол ойнайды. Криштианоның балапандары ойнап отыр ғой. Тамаша. Ұрпақтары. Сөйтіп кешегі ПСЖ Дортмунд ойыны жайлы, бірақ сол ойынды қарап отырып мынандай ой келді. Бүйтіп ПСЖ шықпай қойсын деген сияқты. Андай как будто недостоин сияқты болды. Бірақ менде мынандай ойған, ПСЖ егер шықса, типа Реалға немесе Баварияға, там Мбаппе бірдеңе көрсете алады. Өйткені Мбаппе үлкен матчтарда негізі жақсы көрсететін игрок қой. Баяғыда Франция мен Аргентина финалда ойнаған кезде Мбаппенің хет-тригі былай алып шыға салды ғой. Сондай бірдеңелер бола ма деп кеше де күтіп едім, хотя бы, бірақ өкінішке орай сол Мбаппеден бәрі күткен сияқты. Иә, Мбаппе өзінің ойыннан кейін Мбаппеден журналист сұрайды ғой, ертең Реалға жанкүйер боласыз ба деп. Андай ұтылып қалған адамнан сұрай ма өйтіп біреу? Ертең Реалға жанкүйер боласыз ба деген кезде Мбаппе деп қаратты кетіп қалды. Ертең финалды қай жерден қарайсың деп секілді. Болды ғой, үйде отырасың ба, не істейсің деген сияқты. Сондай сөйтіп Дортмунд Хумельс 1-0 голын салды. Әрі қарай уже Дортмундқа защитада жату керек болды. Зюлені шығарды. Сөйтіп болды ғой, 1-0, сен бірінші матчта да 1-0 жеңесің, 2 гол. Дортмунд екі матчта да өте аккуратно счетпен де ұтып кетті, шықты ғой енді. Дортмундты былай ойынын қарамайтындар, жалпы биыл Бундеслигада не істеп жатыр олар деп кеше сұрайды ғой. Олар қатты ойнай ма, не соншалықты өйтіп шығып кететіндей деп. Олар өздері Бундеслигада алды емес пе? 5-ші орында. Олардың көңіл күйлері жоқ Дортмунд. Олар ол алдыңыз ғой. Алдын жеңіліп қалды, бас екен. Қашан алды? Соған дейін келесің ба? Жоқ, биыл Байер алып жатыр, ол жақта Бундеслигада ешқандай шанс жоқ. Байер екен ғой, все. Ешқандай шанс жоқ. Болды. Дортмунд осы Елчіда бір соңғы кетараяқ бірдеңе жасап кетпесе, финалға жетуінің өзі Дортмундқа үлкен жетістік негізі. Но Дортмундтың формасына ұқсайды. Ұқсайды екен. Соған қарап істейін ғой негізі. Дортмунд соңғы рет Дортмундтың игроктарының қолдары ғой. Қайраттың игроктарының қолдары. Солай ма? Дортмунд соңғы рет финалда 2013-те, қателеспесем. 2013-те Баварияға қарсы финалда ойнаған еді.
иә тоже бірақ Уэмблиде ол кезде тоже ұтылып қалды иә ол кезде ұтылып қалды. тоже деп И осы жылы қайтадан сол финал қайталана ма деп едік, бірақ екінші ойында бірақ Хосело қаламады ғой. иә Хоселудың пландары өте басқаша болды. ПСЖ Дортмунд жайлы бірдеңе айтамыз ба? Мен просто екінші ойын бәріміз білеміз, өйткені бірінші ойында ұмытып қалған сияқты кеше. Дортмунд ладно, Дортмунд деген сияқты. ПСЖ Бірінші ойын негізі қызық болды. Бірінші ойында мен ПСЖ-ның өтпегеніне қуанып, өйткені ПСЖ опасныйлау сияқты менің ойымша Дортмундқа қарағанда. Өйткені атакаларда штанга отыр, просто штанга, перекладин, штанга. Дембелене жол болған жоқ, бір-екі рет. Анау 0-0 болса да қызық болушы еді, өйткені деген атакалар кәдімгі острый болды, каждый атака опасный, прям андай бүйтіп дірілдеп отты ғой каждый бүкіл 90 минут бойы. ПСЖ-ның өтпеген жақсы болды. Реал дейтін енді Боруссияны чем ПСЖ алып тастайды сияқты ма? тост айтып отқан сияқты Иә. ПСЖ-ның өтпеген жақсы болды Ана депутаттар ПСЖ-ның өтпегені дұрыс болды. солай ма? Иә, ПСЖ-ға енді білмеймін, бұл жерде ойынды жалпы өзгерту керек сияқты. Луис Энрике енді Мбаппе деген кетем или кетпеймін деп ойланып жүрген ойыншы ғой, и оның айналасына бүйтіп құрып тастауға да болмайды да қазір. Ертең Мбаппенің айналасына полностью команданы құрасың, Мбаппе кетіп қалса қайтадан жинау керек болады. Қайтадан центр фигураны там Дембеле деген сияқты там басқа игроктарды қоясың, там Баркаля ма кімді қоясың. Негізі ПСЖ деген айналасына. андай бәріміз білеміз ғой. Андай невозможно нәрсені істей алатын. Неймарды алғаннан кейін, Мессиді алғаннан кейін дәл солай келесі жылы Хоселуды алу мүмкін деші. Хоселу Ди Брюйне сияқты топчиктарды алу керек сияқты. Ди Брюйне кетейін деп жатыр, например. Реалдан бір-екі адам кеткен кезде бәрін қағып алу керек қой. Қайттан бір топчиктар жинап сезонға кіру керек қой. Бәрін қорқыныш тастап. ПСЖ өзі Матаран полный игроктармен былай жүреді поляны не істеп жүреді? айналып жүреді ПСЖ-ға Луис Энрике енді тағы бір-екі сезон ПСЖ уже бұрынғыдай 1-8-ден ұшып кететін Элчиннің командасы емес. Францияны мына жақтан изи алады. Енді осында мына жаққа келген кезде серьезно қарастыратындай игроктар болу керек деп есептеймін. Өйткені ПСЖ-да центр слабый негізі, Витиниядан басқа там Фабио Руис дейтін. И білмеймін, кеше центр жетіспеді, бүйтіп ойынды былай жүргізіп беретін, лақтырып беретін деген сияқты. Әйтпесе оң жақ канатта там Хакими мен Дембеле, сол жақта Центральный нападающий слабый сияқты еще. Гонсало Рамош па? Кеше оның жол болған жоқ. Бірақ негізі нападающиларды екеуі де жақсы еді. Гонсало Рамош, екінші Коломуани дейтін финалда Аргентинаға соңғы 23-21 минутта салмаған игрок қой. Деп сол неудачнысын қана еске алатын болсақ ренжімесін. Коломуани ренжіме, мен сені жақсы футболист екенін білемін. Ренжиді. Сөйтіп бірінші ойын 1-0 есебімен аяқталды. Бірінші ойында қатты бір спорный дейтіндер моменттерде Дортмунд өткенге қарсылықтарың жоқ? Мен ешқандай қарсылығым жоқ. Мынаған XG деген бар ғой, ожидаемый голы. Статистикада Дортмундта 0.76 голға ойнаған. Ал ПСЖ 3.22. Бұл жерде ПСЖ-ның қалай доминация жасаған білеміз. Удары 31.6, владение 67.33, угловой 12.4. Білмеймін, барлық жағынан алған, тек счет бойынша баяғыда айтады ғой. Футболда қалай ойнаған біз, қалай мықты ойнаған емес, көп гол салған ұтады дейді ғой. Сен қанша по факту ма? Қанша 15 рет штангеге тигіз, ан жақтан бір иығына тиіп гол кіріп кетсе, әйтеуір олар өтіп кетеді. Сөйтіп Дортмундтың жолы болды. Ведет таму, типа ең мықтыларға ведет лучшим ба, қандай бір сөз бар еді ғой сөйтіп. Сөйтіп Дортмунд финалға шықты. Өз басым қатты қуаныштымын Марко Ройс үшін. Хотя ол 85-те 80 минутта шықса да. Жоқ, негізі Баварияның болельщиктерінен басқа бәрі қуанышты ғой Боруссия үшін. Бавария мен Боруссияның екеуі кішкене не ғой, дерби екеуінде, Эл Классика. Сөйтіп Дортмунд ертең 1 маусым күні, қателеспесем, Уэмблида Чемпиондар лигасының финалында Мадридтік Реалмен кездеседі. Айтпақшы, бізде әр ойын, әр шығарылым сайын бізде кішігірім ойын бар. Допты неше рет набивать ету дейтін, неше рет тебу дейтін. Әр қонаққа сондай береміз. Маусым соңында ең көп аяқпен тепкен ойыншыға бізде сыйлығымыз бар.
өзің бағыңды сынап көр. Не сыйлық ол? Ол Маған мотивация болатындай. бір ақшаны айт, содан қымбат аз екен айтамын. Аз. Бүгін бізде қонақта Айдын, ал кеттік. Біздің басқа қонақтардың рекордын жаңарта алады ма екенсің? Бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Мадридтік Реалдың 15-ші ЛЧС-ына деген қадамы, ал Дортмунд. Осы жол ұтса подряд 4-ші рет алу мүмкін, Реал ма? Алдыңғы жылы Сити алды. Қалай? Алдыңғы жылы Сити требл Жоқ, жасады. подряд 3 жыл алмады ма? Баяғыда бір рет подряд алды я, 3 рет. Содан кейін біраз уақыт өтті ғой негіздер. Осы жыл ондай емес па? Әсей? Айдын, Тұра берсін. бізде қонақта болған Айдын, рахмет. Сөйтіп екінші ойын. Блин, биыл алу керек по-любому деші. 4 рет алған, 4 рет алған әлі ешкім жоқ. 3 рет сол Реалдың ғана өзінің рекорды тұр. 4-ші рет алайын деп жатқан кезде 2019-да ғой, 2019-да 2019-да қателеспесем Ливерпуль алды, 2020-да Бавария алды, PSG-ны жеңіп. 21-де байқамай Челси алып кетті ма, сонда бірдеңе болдыңыз ба? Байқамай. 22-де Реал алды қайтадан, 23-де Сити алды, 24-де Реал немесе Дортмундтық Боруссия алады. Мен біледі екенмін ғой. Мен футболдан хабарым бар екен. Челси алып кеткені бар еді ғой бір рет, Тухельмен алғаны. Тоттенхэмді ұтып. Тухель дұрыс еді. Сол Тухель кеше Баварияның тренері болып Реалға қарсы шықты. Бірінші ойын 2-2, бәріміз білеміз. Реалдың ойындарының ешқайсысы қызықсыз болмайды. Күшті. Екінші ойын Мадридтік Реалдың жерінде, Сантьяго Бернабеу, толып тұр адам. Ойын басталады, Реалдың құрамында бәрі бар, бәрі ойнап жатыр. Лунин, Менди, Карвахаль, Винисиус, Родриго, Беллингем, Кросс, Чуамини, Вальверде, Начо и Рудигер. Мен бәрін айтып шықтым, Болашақта Алип. Болашақта Алип бұйыртса. Лунин тұрды. 99-шы жылға украиналық жас деп айтуға келмей екен. 25 жас, жалпы вратарларға негізі әлі 15 сезон ойнауға болады, негізі қатты тырысып, Клаудио Браво сияқты 41-ге дейін ойнайтын болса. Сөйтіп, Реалдың составы осында, и Баварияда бір өзгеріс болды. Горецка основада емес, оның орнына Павлович шықты. Павлович дейтін 2004 жылғы жігіт. Білмеймін, алдыңғы ойында Тухель Горецканың ойынына қатты бүйтіп мәз болмаған сияқты, өткен бірінші таймнан кейін сразу ауыстырып кетті, 46-шы минутта. И Баварияда ойнай алмаған ойыншылардың арасында Коман, Кингсли Коман, былайынан негізі мен былай ойлағам. Алдыңғы негізі матчта Кимих сезон бойы ортада ойнап, оң жақта ортада осылай ауысып жүрді. И осы матчта мен ойладым, рисковать етіп, Мазрауиді оң жаққа шығарып, Альфонсо Дэвисті основаға лево защитник шығарып, ортаға Делихт пен кеше Дайер ойнады. Сөйтіп Кимихті ортаға өйтіп шығарама деп едім, бірақ жоқ, Кимихті оң жаққа шығарды, Мазрауиді жақта, Альфонсо Дэвис заменада қалды. Сөйтіп заменадан шығып бір гол салғаны бар еді. Дэвис негізі левый защитник, левый аяқпен всегда ойнайтын жігіт, под правый Рудигерді. Оны гол келеміз қазір, оған айтпай тұрамыз. Состав бойынша барлығы тамаша, күшті, енді бір заруба болатын ойын деп күттік. Ол ойын и так сондай болды. Бірінші таймда ешкім рисковать еткісі келген жоқ. Бәріміз көрдік примерно. Пока что көре тұрайық ойынды деген сияқты. Бірінші таймда бірақ Дэвис салып кетті. Екінші таймда салды ғой? Екінші тайм ба? 67 ма, 70-ке қарай примерно. Бірінші таймда қатты бір ешқандай рисктар болған жоқ. Өзі екі командада отыгрый көреміз деген ойын болды ғой. Сөйтіп
андай бірінші тайм 0-0 деген бүйтіп настроение түсірген жоқ та, біліп тұрмыз да, что қазір бірдеңе болатын, қазір Реал мен Бавария бірдеңе істеп беретін дейді. Екінші тайм басталды. Екінші таймда өзгерістерден бізде травма алып қалды. Гнабридің орнына Альфонсо Дэвис шықты, канадалық футболшы. Ол негізі сол жақ қапталда қорғаушы болып ойнайды. Бірақ бір контратаканың уақытында Кейн алысқа бүйтіп диагонально пас беріп, Альфонсо Дэвисті Рудигермен бірге бір қалдырады. Сөйтіп Рудигерді аясын ба сол жағымен, аясын ба ол жігіт негізі, ай шаршадау деп тұрған, сол жағынан алып оң жағына өткізіп, дальний штанга жаққа Луниннің қақпасына 1-0 бірінші гол алғашқы салды. голын салды Лига чемпионаттағы алғашқы және өте маңызды. И 1-0 міне енді ойын басталды. Ары қарай 20 минут дейтін бір бағанағы бірінші таймдағы уақыттың барлығы Осы кезде ше алып тастайтын айта сияқты. кететін нәрсе, андай Баварияны банальный тактикамен ұту мүмкін емес та, мысалы. Баварияның защитасын білесіңдер ғой, прям защита и какой-то бір нестандартный решение керек болды, бір рисковать ету керек болды. Сол кезде Кимихті Винисиус өте берді оған аяқтан деген. Өтіп пас бере берді ғой. Мен Винисиустың ойынына қарап кайфовать еттім. Кеше бір моменттерде Родриго бір гол сала алмады да. Сөйтіп ойбу деп былай футболкасын көтеріп басын жауып еді. Яғни гол салған кезде бүйтіп көрсететін жазуын көріп қойдық қой біз. Ол жерде Бразилияда болып жатқан су тасқынына байланысты қолдау ма, сондай қателеспесем. Соны көріп қойдым, сондай бір кішігірім өзімнің байқағаным. Главное ниетін көріп қойдық. Иә. Сондай сол жерін көріп қойдым. Сөйтіп Дэвис гол салды. Дэвис гол салған кезде Анчелотти бірден ответка заменаларын жасады. Модрич шықты, сосын Камавинга шықты, Кроспен Чуаминнің орнына. Сөйтіп ойын өзгерді. Модрич Біраз айтайыншы, Хусело шықты ғой. Хусело шыққан кезде біздің қасымызда бір бала, мынаны неге шығарасыңдар? Бізде де сондай адам болды. Хуселус не естейтін балалар болды. Ең соңында Хусело Мен сені жақсы көремін, Хусело. Хусело білген мен оны дейтін. Сөйтіп есеп 1-0 болып жатқан кезде, білмеймін, Тухель бұл жерде қатты қорықты ма, немесе финалға қатты шыққысы келді ма, когда бірдеңені қатты қалаған кезде ол нәрсе болмай қалады дейді ғой. Тухель бірден қорқып кетті да, сөйтіп Сананы алып тастап, оның орнына Ким мен Жжен шығарды. 3-ші центральный защитник, былайынан 5-ші защитник қой, былай қараса. Болды, біз жатамыз. Если что, біздің ворота жаққа көтермей қойыңдар. Бізде 3 игрок бар, алып тастайтын деген сияқты. Бірден защитаға жатам деп айтып қойды. 76-ші минутта Ким мен Жжен шықты. Ал Ким мен Жжен деген алдыңғы ойында білесіңдер, Винисиусты 1-1 шығарып жіберген, пенальтиді алып келген. Алдыңғы ойынның ең худший итогі. Сөйтіп Ким мен Жжен шығарды. Ол баспен штангаға тигізіп шыға салды. Иә. Сөйтіп мына жақтан бізде Брахим Диас пен Хоселу шықты. Хоселу шыққан кезде көбісінде сұрақ болды, не үшін бұл не істейді деген сияқты. Мен оны былай примерно ойлаған кезде номинальный центральный нападающий жоқ Реалда. Мен примерно если көтеріп жатқан кезде верховойларға бірдеңеге таласады, өйтеуір ортада жүреді. А Винисиус пен былай бүйтіп қалғандары әйтеуір бірдеңе істейді шығар деп. Просто үмітім болды, сәл болсын. Өйткені 1-0 болып бітіп қалса қызық емес еді, андай экстра тайм көргім келді, пенальти көргім келді, андай экшн көргім келді. Сөйтіп 81-ші минутта екеуі ауысады. Мына жақтан Мюллер мен Шупа-Мотинг шықты. Сөйтіп білмеймін, не ойын болып кетті ана жерде. Офсайд болып кетті. Анау Дэвис тағы бір гол салып еді, одан оны санамады. Анау в общем, Дэвис деп оны автогол ма бірдеңе. Начоның Кимихті бетінен итеріп, бұл фол емес қой деп ана жерде жылаған бар еді ғой. Ана рикошетпен дейді кіріп кетіп еді ғой, сол кезде сол гол отмена болды. Жалпы қырғын ойын болып жатыр, андай не болып жатқанын білмейсіз. И осы бір моменттерде, осы бірінші голға дейін, кімнің Реалдың бірінші голына дейін, Реал қатты прессинг жасаған кезде Нойер бір 2-3 рет дұрыс емес пастар берді. Не? Ол игрок келіп жатқан кезде де беріп қалады, андай прессингта. Негізі Нойер өте аяқпен жақсы ойнайтын қақпашылардың бірі. Өте опытный қақпашы. Именно финал, жартылай финалдарда Нойер жана ма? Сол қатты жанып кететін бар. Хотя самый один из көбісі все еще в порядке, бірақ әлі де мықты. Десең. Көбісі андай ойлады да, типа қысып жіберсең
қысып жіберсең ол ошибка жасайды ғой деп біліп тұрған сияқты да. Өйткені Нойер бір-екі рет бүйтіп лақтырған кезде, бүйтіп қол берген кезде бүйтіп уже на грани пас береді да, а на грани екінші игрогі ол да уже оны да накрывать етіп, ол да үлгермей қалады. Осындай моменттер болды да. Бірақ хотя өзі негізі жақсы тащит етті бір-екі жерлерде. Бүйтіп жақсы алып шықты. И бірінші гол Винисиус, былай қарап тұрсаң, өте жай тепті ближнийға. Нойер білмеймін, жерге отскоктан қатты қателесіп қалды ма, допты былай ұстаймын деп жатқан кезде доп иегінің астына тиіп, деп анау допты ұстай алмай өмір бойы сен 30-дан асып кеткен жасың, сен өмір бойы доп ұстап жүрсің. Басқа кружка ұстамай шығасың олай өмір бойы. Сен бір тренировкада саған 100 удар істейді, 100 удар соны сен ұстайсың 100 рет. И сен осындай жартылай финал ойындарында ұстап, уақыт созып, жата тұрып, сөйтіп өтіп кетіп финалда Дортмундты ұтып кетуіңе шанс бар кезде карьераңды примерно уже мысалы үшін Бавария келесі 2 сезонда бүйтіп финалға шығып кетеді деп те айта алмаймыз, өйткені бұндай Баварияны кешірмейді басқа командалар. Сондай кезде бүйтіп қолынан шығып кетеді. Не деп анау класстағы балдар құсап абыржып сен не істерін білмей Хоселу добыңды түсіріп алдың ғой бауырым деп сеткіден алып шықсай деп оған гол салып деп гол салды да просто қуанып ана жерде Нойерді аяп кеттім. Бірақ түр настроение түсіп кетті ғой жерден. Мен кінәлімін ба? Жалғыз өзі кінәлі ғой. Ол жерде біреуді бүйтіп центральный защитник өткізіп алып, сондай бір деңгейлер болса бір жөн ол жерде. Соны боқтайтындай. Иә. Кариусқа қарап шүкіршілік етеді ғой. Кариусқа қарап шүкіршілік етеді ғой. Кариусқа ұмтылып қалды ғой. Сөйтіп гол өткізіп алды да сосын ол жерде білмеймін. Бұл енді ляп, вратарский ляп. Бұл жерде толықтай Нойердің ошибкасы. Хотя бы былай бүйтіп қайтарып жіберсең де угловой кете берсін, ол да уже жаңағы нәтижеден опасності одан азырақ. Сөйтіп Реал бір гол салып кетті. Уже ана жақта бәрі түсінген сияқты болды. Реал дальше уже Реалдың уақыты. Реалға бірінші гол салма дейтін ереже бар еді ғой. Сөйтіп оны Бавария бұзды. Сөйтіп ары қарай 1-1. Ал Бавария дұрыстап атака жасайын десе 5 защитник бағанағы уже өздерінің ойыны жоқ. Шупа-Мотинг келеді мына жақтан. Кейн емес, флангтағы Санең жоқ, Гнабриің жоқ. И былай қарап тұрсаң, қай жермен ойнайтынын білмейсің да сен. Сенде флангқа атып шығатын игроктарың жоқ. 10 удардың 8-ін завершать ететін Кейнің жоқ. И не істерін білмейсің ана жерде. Бүйтіп бірдеңе создавать ететін Мусиалаңды алып тастады. И давай доиграем дейтін сияқты болып атқан кезде Реал қайдағы экстра тайм деген сияқты екінші гол негізі угловойдан пайда болды ғой. Ал угловойдан алдын ол Нойердің дұрыс емес пасынан пайда болған. Нойер сол жаққа дұрыс емес пас берді, накрывать етіп жатқан кезде сөйтіп перехват болып, сөйтіп угловой болып кетті да. Тағы да Нойердің ошибкасы. Мен бұл жерде Нойерға бүйтіп қатты зациклен болып жатқан емес. Просто сондай. Егер де басқа банальный вратарь болса, ол алдыға шығара береді. Ол капитан болды ма? Ол уақыт созады. Ол уақыт созады сондай. И сөйтіп угловой болады. Угловойда өйтіп бірдеңелер істеп жатқан кезде лақтырып жатыр, бүйтіп жатыр. Сөйтіп мына жақта Рудигерге, Начо Рудигерге береді. 2 центральный защитник. А Рудигер прострел жасайды да, Хоселу просто гол салып кетеді. Ол жерде қатты қуанып еді, офсайд деп өтірік үміті болды Бавариялықта офсайд деп. Бірақ ол жерде доптан ерте тұр Хоселу. И оған Рудигерге пас келем дегенше де андай үлгермей тұр. Рудигер болды ғой, пас берген. Иә, мен басқа біреумен шатастырып отырсам. Сөйтіп Хоселу салды. Мені тупой көрсетіп жүрсің ба? Сөйтіп екінші гол салды да 91-92 минутта сөйтіп Реал өздерінің камбэктерінің король екенін дәлелдеді. Сөйтіп білмеймін, ол жерде қалай дейсің ғой? Қалай? Сендер бағана жақсы. Бірақ 9 минут қосты. Иә, 9 минут қосты. 14 минут ойнадық па? Не болды? Не болды? Жоқ, Реал 5 минут қуанды ғой. Анадан кейін қалай қуанбайсың? Иә. 5 минут.
олар бірақ қатты қуанады Иә. өтіп қуана ма или көп солай. Хоселу ұзағынан бүйтіп қуанып бұл жерде бірақ Хоселу дейтін былай қарап тұрсаң негізі Хоселуды көбісі танымайды ғой, ол өмір бойы орташа клубтарда ойнап келген. Сөйтіп сонда бүйтіп өмір бойы өзің просто сезонда 10-15 гол салып сөйтіп жүресің. Өмір бойы сөйтіп жүресің да и саған предложение түседі Реал Мадридтан. Бізге нападающий жоқ бізде. Бір сезон, 2 сезонға келіп кетсең дейді ғой. И сен Реалға барсаң точно бір 20-30 матч ойнайтын білесің. Өйткені Ол нападающий арендада жоқ. ма Реалда? Жоқ, сатып алды. Арендада ма не? Біледі екен білесі. Келеді да и спасать ететін матчтарды 1-2-ді салады, өйтіп жүр, бүйтіп. Обычно нападающий сияқты сөйтіп жүр. И сен жартылай финалға келген кезде бүйтіп Баварияға 1-0 ұтылып жатқан кезде дубль жасайсың да. Болды ғой сен. Өмір ертең шалып алған кезде не істедіңіз? Сол Баварияға дубль жасағам дейді ғой 88-91 минутта Реалда ойнағам деп қатты бір қуанатындай. Мен қатты қуандым сол жігіт үшін. Сөйтіп 2-1 и ары қарай 9 минут қосты ғой. Ана жерде Мюллер қалай жынданып жатыр ана жақта, неге өтпейсіңдер, бүйтпейсіңдер деп 9 минут қосты. 9 минутта ары қарай бірдеңе создавать ету қиын еді, өйткені бүкіл создавать ететін игроктардың бәрі заменаға алып тастады Тухель. Защитаның бәрі. Иә, барлығы защита, барлығы так андай обычный дефолтный ортада ойнайтын деген сияқты андай креативналардың бәрі кетіп қалды. Сөйтіп іші күйіп отқан шығар онда жерде кетіп қалған Сане, Мусиала дейтіндер, мен болғанда ғой, мен дұрыстап көтеріп беретін едім деп іші күйіп отқан шығар. 9 минут 109-ға дейін 99-ға дейін ойнау керек еді, бірақ анау бағанағы вар тексергені бар, ана жігіттердің қуанғаны бар. Сөйтіп 111 минутта бүйтіп көрсетіп отыр ғой, судья әлі 2 минут ойнаймыз деген сияқты. 113 болады, әлі ойнап жатырмыз ғой, 113-те ойнап жатыр, 114-те бітіреді. И сол жерде Реал Мадридтің ойыншылары қатты қуанды. Ана Тухель жолтыйын алды. Бағана 1-2 спорларында тағы біреулерге жолты беріп жүрген тренерский штабта. Систок сықырды. И бірден Баварияның ойыншылары барып жалоб жасап жатыр кімдерге. Өйткені Бавария деликт салып кетіп еді ғой негізі бір гол. Офсайдтан салды деп бірден до удара офсайдын көтеріп қойды да лайнсмен. И сол жерде уже қатты андай спор басталды, типа доиграть ету керек еді моментті, сосын барып көтеру керек еді деген сияқты сондай қатты спор болды. Негізі офсайд болмады, болды ма? Негізі мен ойымша гол болған сияқты негізі. Просто шықырғаннан кейін уже реалдың игроктары бүйтіп тұрды да ойнамай. И сөйтіп салып тастады. Бірақ ол моментті негізі доиграция етіп, лайнсменге доиграция ету керек. Өйткені мынандай матчта сен любой жерде қол көтере салып, флажогыңды көтере салатын ойын емес қой. Бұл жерде главный судья, ол өте опытный судья. Ол Франция мен Аргентинаны финалда судить еткен, ол көріп тұрмыз, ешкіммен сөйлеспей бірден жолтайын бере салып, бүйтіп қатты ойынды жақсы ұстап келді да. И осы моментте лайнсмен до конца ойнатып, ол жерде офсайд болсын, болмасын, әйтеуір вардан қарайтын еді ғой. Вар деген сол үшін емес пе еді. Вардан қарап, справедливо Бавария справедливо ұшты ғой негізі, но одан да справедливо ұшып кетсе ешқандай ойыннан кейін жаңағы әңгімелер болмайтын еді. Өйткені бірден судьяға барып ар жақта ұрысып кетіп бірдеңелер айтып жатыр. Сөйтіп Реал қуанды. Сонда Каспорт негізі бұрын матчтарды бүйтіп өшіріп тастайтын еді ғой. Реал соңына дейін қуанса, Каспорт та соңына дейін көрсетті ғой. Ой, ана жерде не істемеді бұлар бір-бірімен бүйтіп. Ана жерде монтажда Реалдың формасымен біреу отыр ғой. Бүйтіп бір-бірінен қолдарынан ұстап алып, ай гөлек, айдың жүзі келек деп. Бізден сізге кім керек деп стадион мына жағына барады. Бір-бірімен билейді бразилистер, сосын стадион мына жағына барады. Бірақ сөйтіп қуанатындай ойын ғой. Барлығында Реал өздерінің жеңетіндеріне қатты сенген, өткені барлығында 15-ші біздің LG-ға деген қадам дейтін, 15 дейтін формаларын тіктіртіп алған. Сондай сен уже менталитетің чемпион бар команданы жеңу өте қиын деп ойлаймын. Мен сонша қуанып ертең ұтылып қалса да видно ма? Уэмблиде біртүрлі минимальный счетпен ұтылып қалмасын. Ой деп андай. Байқамай гол салып кетіп па Дортмунд. Сөйтіп менің алдыңғы
прогнозым өкінішке қарай орындалған жоқ. Мен былай айтқанмын, Дортмунд өтеді ПСЖ-ны. Сөйтіп мына жақтан Бавария өтеді, сөйтіп финалда Дортмунд пен Бавария ойнайды да, сөйтіп Дортмунд чемпион болып кетеді деп. Бірақ бұл Дортмунд чемпион болып кетеді деген әлі біткен жоқ. біткен жоқ. Мен Реалға ешқандай қарсылығым жоқ. Реалды жақсы көремін, тамаша команда, бірақ Дортмундтың алғаны әдемірек болады деген өзімнің ойым. Сөйтіп енді финалда Дортмундтық Боруссия және Мадридтік Реал кездеседі. Уэмблиде. Дортмунд ұтса, Реалдың да жанкүйерлері қарсы емес сияқты, как будто бы. Мен қарсы емеспін. Жоқ, сен Роналду ұтса деші. Роналду финалға келіп бір ойын ойнап беріп ұтып кетсе деп. Сондай. Енді Шишкасын баласынан. Роналдың оқушылары ғой. Роналдың балдары ғой. Туған жері. Қоймайды Роналдуды. Роналду қайда қалды? Бәріміз ұмытып қалғанбыз ғой негізі. Роналду қазір былай инфополеде қатты жоқ қой. Обсуждать еткен кезде. Сол аяп, сол айтып жатқаны ғой. Сен андай не алып алған шығарсың, Аль Насрдың футболкасын. Конечно. Всегда соны жем көйді. Пиармен айналысатын сияқты. Сөйтіп финалда Дортмунд, Боруссия, и сосын Мадридтік Реал. Өздері не ойлайсыңдар финал жайлы? Немесе келесі кешегі ойын жайлы бір-екі сөз айтып жіберсеңдер. Реал енді. Реал мақтап жүрскен. Өзің тыңдайық. Финалда Таиландты айта бересің. Финалда банально 2-1 Реал ұтып кететін сияқты мен ойымша. Бірақ осы жолы Реал бірінші салады. Біреуін Винисиус, біреуін Родриго. Болды. Неге деген банально, Голдармен айтып тастады. Банальный голдар. Минуттарын сұрап аламыз осы жерде. Қай аяқпен салады деп. Винисиус. Бірақ салуы мүмкін Винисиус. Жақсы. Өте қарқынды дамып келеді. Осы маусымда алтын допқа егер ойыншылардың бірі ғой. Кимихті 2 рет жатқызды ғой. Сен ұйықтай бер болып. Бір рет тоқтата алмай қолмен тоқтатты ғой Винисиустың финттарын. Кешегі Бавария 1-0 жеңіп жатқан кезде Баварияның уақыт созғандарын айта алмаймын. Ой деп уақыт созып жатты ғой. 2-1 болды ғой. Рудигер көрсетейін сендерге уақыт созғанда. Просто жата салды. Аяғын созады да көрішкен екен дейді ғой. Ой, сол кезде қатты. Рудигерді біліп тұрмын ғой. Ол Рудигер негізі қатты характер, мощный, любой бит кететін игрок қой. Просто міне ответка сендерге деп жатыр ғой анау. Қаттың ішіндегі футбольный нәрсен бүйтіп қанағаттанды да. Футболды алдай алмайсың. Кеше тамаша уақыт созды бірақ. Ұнады маған Рудигер. Судья да созды, Реал да созды, Бавария да созды, бәрі созды. Кешегі ойыннан кейін бүйтіп ұйықтамай қоясың, бүйтіп жатсаң да бүйтіп сондай. Егер мен Реалдың жанкүйері болсам, кешегі ойынды қалай күшті болып отырушы едім. Ал стадионда болған адамдар да қайтқысы келмей, білесіңдер ма? Даканса қуанғандарың. Даканса қуанса бүйтіп қарап тұрып мәз болып. Баяғыда қателеспесем менде сондай бір сезім. Ливерпуль Барселонадан гостях 3-0 жеңіліп келеді да. Үйде 4-0 жеңеді ғой. Ол матч деген. И просто Ливерпульдің обновить етіп отыра берем ғой. Ұйқым келмейді ғой, просто обзорды 2-3 рет қарай бүйтіп. Угловойда қарай бердің ба? Угловойда. Бәрі ұйықтап қалады ғой кеше, ана жол. Кеше Кими ұйықтағандай, Тер Штеген кім бар, соның бәрі ұйықтап отыр ғой. Бүйтіп гол кіріп кетті ма дейтін. Сол кезде Барселона камбэк істей беретін моменттер болды ғой. Бәрі камбэк жасап. Қол болса да Барселона камбэк жасайды ғой. Сөйтіп финал жайлы. Дортмунд, Боруссия, Мадридский Реал. Не дейсіңдер? 2-1. 2-1 деді, Винисиус пен Родригосын айтып тастады гол тыққандарын. Қиын негізі. Боруссияға ма? Жоқ, Боруссия қиын ғой. Бірақ сонда да ойлаймын мен Боруссия 1-0 ма? Білмеймін. Қазір андай момент болып тұр да. Соңғы шанстары. Боруссия алатын сияқты деп бәрінің ойы сол болып тұр. Хотя бы 1-0 деп. Солай Уэмблиде ұтып, солай олар история қойып, солай істейді деп ойлайды. Бірақ как будто бы бір Реал бұзып тастайтын сияқты. Изи алып тастайтын сияқты. Реал бірінші тайм 2-0, в любом случае. Екінші тайм 4-1 болып бітіп, Реал не история сендерде. Камавинга деп ше, Камавингалар бүйтіп
Рузигер біразы финалдарда кім Винисиустың провокациялық нелері болатын еді, қылықтары. жоқ, Винисиустың провокациясы енді бір бөлек әңгіме. Ол бүйтіп дегендеріне қалай жынданады ана жерде, Кимихтің қасынан былай өтеді ғой. Ана жерде білмеймін, енді футболдың красотасының бірі ғой негізі. Ол кейбір адамдарға ұнамаса да, бірақ негізі сонысымен қызық қой негізі. Ол бразилец, ондай еркелігі бар. Қазақстардың фанаттарына барып қарап, аналар бүйтіп, аналар мындай нәрсе. Ол футболда сондай страсть керек қой. Винисиустың Баварияға қарсы Кимихті жоқ қалғаны деген мен прям вообще таң қылдырды. Сондай бір кітап Кимих жазуға мықты игрок қой, прям топовый игрок. Прям всегда забивать етеді, всегда прям характер ғой. Кимих характер. Жоқ қылды ғой ол. Таза неміс па? Еще бүйтіп әдемі жоқ қылып, таза бразильский футболды немецкий футболға көрсетті деп ойлаймын ана жерде. Кеше 9 майда немістер тағы жеңілді Иә. дейтін сондай әңгіме болды. Тағы Өкінішке орай Баварияның жанкүйерлері ренжімеңіздер, сіздерді Реал Ренжімеңіздер. таптап өтті. Өкінішке орай. Иә, бұл жерде Реалдың бұндай ертең кеше бүйтіп Бавария бір гол салып кетіп дальше өтсе де өте обидно болушы еді Реалға. Өйткені 3 минутта ойынға тез оралу дейтін бұл тек Реалдың және Анчелоттидің ғана қолынан келеді. Анчелотти ол Реалдың жанкүйері екенін де біліп тұр. Ол Бавария барған кезде кімге Реал Мадридтің жанкүйерлеріне барған кезде хала Мадрид деп сөйтіп андай күшті болып жүр ғой. Дядка ғой, қарап тұрсаң 60-та ғой, ата тамаша тренерский ойынын көрсетіп, Тухельге әлі саған ерте, давай сен дайындалып кел деп қайтарып жіберді. Алғыс хат берді. Жарыстарда алғыс хат. Давай, нормально деп арқасына бір-екі рет қағаз берген сияқты. Сөйтіп енді мен де өзімді ойымды айтайын бұл ойын жайлы. Дортмунд пен Реал Мадрид. Мен әлі күнге дейін сенем, негізі жақсы ертегі болып, тамаша историямен бұл Ройстың карьерасы Дортмундта аяқталатынына. Ертең біз Бундеслиганың соңғы турларында да Дортмунд жерінде ертең Ройсты шығарып салатын әдемі перформанстарда көреміз біз. Бүкіл бүйтіп балайнан шығарып легенда бірдеңе деген сияқты кезінде Юрген Клопты шығарып салғандай. Бірақ соңғы ойыны осы финалға келіп тұр екен. Соңғы ойында Ройстың бір айтып кететініне бар. Хотя основада ойнамаса да бүйтіп жылайтындай бар. Иә, бірақ Дортмундтың бір айтары бар деп ойлаймын. Бірақ оған Реалға бәрібір ғой, сен Ройс не істеп жатыр, Винисиустарға андай ешқандай. Оның алдында Буфонды кешірмеген. Иә, Буфонға қызыл карточкамен кете берсін деген через себя салып әркімді издеваться етіп жүрген. Реалға оның алдында біраз адам жақындаған, карьераны бітіріп жатыр, дейінші деп. Реал бітіре берсе біз сіз-ақ деп, сондай нәрсе болған. Сөйтіп, бірақ білмеймін, осы ойыннан мен осы маусымдағы жалпы Чемпиондар Лигасының маусымы өте тамаша болды. Нүктесін күтем, тамаша бір перестрелка күтем. Өйткені Дортмундта да Санчо, жаңа Адеме деген сияқты игроктар бүйтіп моментте бірдеңе істей жіберуі мүмкін. Сондықтан осы ойыннан мен 2-2, 3-3 деген сияқты тамаша ойын өрнегін күтем да. Ал кім заслужить етеді, сол жеңсін. Өз басым, бірақ Дортмунд бүйтіп ұтып кетеді дегенге. Дортмунд өйтіп прям TikTok шулайын деп тұр ғой. Болды, бізде осымен енді финалда кездесеміз. Финалда тамаша ойын болсын. Енді бізде финалды көру ғана қалды. Сосын чемпионаттың соңғы ойындары. Сөйтіп осы жылғы футбол маусымы аяқталады. Бірақ Қазақстан футболына қатысты емес. Сосын потом Евро басталады. Сөйтіп келесі маусымда сөйтіп келесі ойындарды, келесі шығарылымдарда кездесеміз. Бүгін бізде қонақта болған өзінің тамаша ойын жеткізе білген Челсидің Драгбаның жанкүйері Айдын, рахмет келгеніңе, ойыныңды бөлісіп. Сендерге рахмет. Финалда сен аватса жинап кеттің ғой сен? Қатты қуанып отырмын. Жоқ, біткеніне қуанып отыр, бірақ олар.
көре алмай жатыр Криштианоны жанкүйер. Сен былай жалпы футбол ойнап тұрасың ба? Ойнаймын ғой. Болды. Мені андай неге шақырған? Медийный, ой, медиа лигаға. Аяз ба? Білмеймін, ұмытып Аяз ба дейді. Мен Аязда Ендеше өтпей қалған медик. футбол алаңында жүздескенше. жүздескенше. Тамаша.